Кешар араласып турайық көрермендер. Бүгін бізде екінші рет тағы да қонақта Аралдық Арсен. Қош келдің тағы да. Қош көрдік тағы да. Байқап тұрған шығарсың, кішкене өзгеріс бар еді. Не жоқ. Бізге соткамен түсірме деп еді. Кішкене үлкендеу сотка алды, телефон, ұялы телефон. Тұғын жауып отыр. Қолда болмайды екен, сөйтіп айтқаның маған. Жаймен енді келатырмыз. Арсен енді көптен күткен, қазір енді былай айтқанда Арал қаласында біраз адам аузында жүр, біраз адам шулап осы той қалай ойбай той болып жатыр деген нәрсе. Той болды әйтеуір, ұзату болды. Ұзату болды. Аралда биташу болды бұл. Биташу. Арал осында әкелдің ба? Әкелдім Арал. Әкелдің. Қайда? Міне отыр. Қош келдің Мереке. Қош көрдік. Құрметті аралықтар, келін құтты болсын. Тосын келін. Тойларыңыз құтты болсын. Көптен күткен той болған енді біреулер сенді, біреулер сенген жоқ. Расында бұл жақын арада осы Арал қаласында үздік биташардардың бірі болған шығар. Әлі шоқта жүрген адамдар бар. Келді ма деп жүргендер бар. Бетін ашты ма деген жүргендер бар, әйтеуір. Ұзату болды ғой, құтты болсын. Ұзату болды, Шымкент қаласында болды. Одан кейін биташу болды. Енді біз алдыңғы сұхбатта Арсенді біраз адам таниды. Ағасы туралы айтты, барлығын айтып болған. Енді Мереке өзіңді бір таныссаң, өзіңнің туған жерін, үйде неше адам, аға... Танысамыз о үшін? Жалпы танысын. Мен Қалбаева Мереке Бауыржанқызы. 1991 жылы сонау 20 ғасырда туылғанмын десем. 1991 жылы 1 мамырда дүниеге келгенмін. 1 мамыр яғни достастық күні, бейбітшілік күні болғандықтан атымды Мұхамеджан дейтін атам. Мереке жүргендер береке болсын, күлдіріп жүрсін, әйтеуір жұртқа күлкі сыйласын, қуаныш сыйласын деген ниетпен әйтеуір мереке деп қойған екен, ниеті қабыл болды атамның. Сол үйдің тұңғышымын, үйдің үлкенмін, әке шешем бар Аллаға шүкір. Одан кейін 92 жылғы інім бар. Ол менен бұрын үйленіп кеткен, рұқсатымды алып, әйтеуір қазір 2 бала, Құдай қаласа үшіншісін күтіп жатырмыз. Одан кейін 2 сіңлім бар, біреуі 2000, біреуі 2002 жылғы. Енді бұл шынымды айтсам әулетте қыз жақтан болсын, мамам жақтан болсын, папам жақтан болсын, өзі жалғыз қалған мен едім негізі, тұрмысқа шықпағанша қалған соңғы тұяқ. Бүкіл қыздар тұрмысқа кеткен, кішкентайларына дейін, даже 97-98-леріне дейін тұрмысқа шықпайды, бәрі маған қарап отырған ғой. В общем, қарап отырғандарындай қылдым. Одан кейін де жаман қаратып қойдым десем, әйтеуір тұрмысқа шықтым. Главное, нелерін, жаңағы армандарын орындадым ғой, бірақ қандай неде орындағанымды, деңгейде орындағанымды білмеймін, әйтеуір орындалды армандарым. Тұрмысқа шықтым, Аралға келдім. Дұрыс. Енді көп адамдардың мазалап жүрген, сұрақтарды қойып. Көбісі кәдімгідей андай нәрсе шықты. Спорласып сұрайтындар болды менен. Неше жас деп бармыз, аралар неше жас, Арсен қай жылғы, Мереке қай жылғы деп. Араларын жалпы неше жас сол? Брат, Мереке 88 деймін деп ғой, яғни. Аралары неше жас? Паспорт бойынша қай жылғысыңдар жалпы? Арсен 2000 ғой сол десең. Арсен 97. Мен 97. 1997, 07. Ой, сәл мақтан жақтап алған енді кішісі. Мен 1991, жаңа айтып кеттім, Араланың 6 жас. 6 ғасыр емес әйтеуір. 6 жас дегендер отыратқанша айтты ғой мен саған 6 жас дедім ғой. Әкем өткен керек па? Өйткені шын рас маған жеке өзіме келіп сұраған болады. Аралда неше жас? 6 жас па 5 жас па? Біз өткен сыпырылысып қойдық дейді да. Сондай нәрсе болды. Мен негізі былай ғой, үлкен деп ойлайды мені көп халық, себебі мен уже 10 жылдан бері сахнада жүрмін да, и мен наоборот жас кезімде кәрі көрінгенмін, семіз кезімде бір 80 килоны ұрып тұрған кезімде маған сонда 87-86 жылғыны беретін, ол өтірік емес, одан ұялмаймын да құрсын, себебі толықтық по-любому адамды үлкен көрсе. Енді мынандай сұрақ, қалай таныстыңдар жалпы? Қалай басталды деп айтайын ба? Қалай басталды бәлең бәрі? Қалай басталды осы? Бұл айқай неден басталды? Сен айтасың ба, мен айтайын ба? Мен күшті айтатын ғой десе. Екі жақты көзі қарастан айтайық та. Давай, сөйтсеңдерші. Қысқа нұсқа бұл. Сен бірінші айтып бер. Иә, мен Төгейінді білесіз ғой, бұрында
енді сіз менен бұрын бастасаңыз әйтеуір сахналас болдық. Ол бірінші поколение, мен сіздердікі басқа біреулер шығар, бірінші поколениеңіз менде әйтеуір бір сахнада ойнадық бірге. Содан бері келгені сіздермен мысалы мен қалай араласам, брат, дос, бауыр ретінде бүкіл КВНде жүрген барлық жігіттермен солай араластым. Маған бүкіл халық сұрақ қоятын, сен қалай жігіттердің ортасында жүріп босатқа дейін әлі күйеуге тимедің, немесе қалай жігіттердің ортасында жүріп босатқа дейін жігітпен жүрмедің деген сияқты. 25 жасыма дейін ешқандай жігітпен жүрген жоқпын. Ұнаттым енді өтірік емес, оны біледі бәрі де, бірақ жүрген жоқпын ешқандай жігітпен. Сондықтан енді бәрі әйтеуір досым, бауырым, бұлай енді КВНге қатысы жоқ та жігіттермен кездесіп ғой, туыстарың или жеңгелерің. Жоқ, дос болғанда қалай? Әйтеуір бір кездеспеді, жүрегіме жақын адам, әйтеуір точно мынау менікі дейтін адам кездескен жоқ. Кездескен күннің өзінде енді мақыл мамалар тыңдайын болып, жасым келіп қапты шынымен бір жақта Тимур Шымкент жақта дейтін ондай нәрсе өте қатты қарайды. Сондықтан солардың арманын орындайын деп, әпкелерім болсын, жеңгелерім, достарым, подружкам барлығы неше түрлі жігіттер барын салды. Таныстырып жатыр. Енді шынымды айтсам, қазіргі заманда да, қазіргі заман дейтінде енді мен бұрынғы заманға айтқан жоқпын. Әйтеуір бар ғой, бір статуспен араласатын дәуір ма, или маған солай көріне ма адамдар ше, барлығына топырақ шашпаймын, бірақ көбейіп кетті сондай жігіттер. Мысалы мен бір жігіттермен кездесем ғой, КВНге вообще қатысы жоқ әйтеуір. Кездесем, сен сол қоссың ғой, өзім енді немесе білдей кәм үлкен жігіттер, например, бір бәлен директор деп атады, әйтеуір врач деп атады, или прокурор деп атады, әйтеуір ше. Бірақ барсаң әйтеуір сөздер майдаланып кеткен. Өмірде ең жек көретін мен жігіттердің бойында қабілеттен, жігіт деген сөз ол дейтін қасиеті бар ғой, жігіттердің ең өзі неде берілгені. Дым сөйлемеу керек сияқты, лишний сөз. Үндемейді. Сөйлейтін жер болады ғой, кез келген жер. Мысалы, атыңмен бір бәле таныса бересің ғой, бірақ лишний сөз керек емес сияқты. Мен мысалы бір бәле істеп қоям, үйтіп қоям, бүйтіп қоям, немесе сен дейтін сондай емесің, давай күлдіріп тастамадың ба, үйтіп тастамадың ба, бүйтіп тастамадың ба. Мысалы, сен үйленемін деп келіп отқан жігіт қой деймін да, мысалға. Танысқаныңыз не болды? Жоқ, қоя тұрыңызшы, соған келіп жатыр ғой, алыстан жүріп. Жарнамадан келген қалай танысқан? Жоқ, мен айтайын дегенім, мұны халық, құрметті халқым, сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, мына бәлеге ешқандай жігіт қарамады, немесе бұл ешкіммен бұған дейін кездеспеген, немесе дым түрі онша емес бұған дейін жігіт қарамаған, сондықтан амал жоқ мына жігіттің басын айналдырып алған, немесе дуалап алған, үйтіп алған, бүйтіп алған. Ондай да болды. Ондай көп, ондай болды емес, ондай көп болды. Сондықтан сіздерге жауап беріп жатырмын. Осы нені көріп жатқан, егер сол менімен кездескен жігіттер болса да жай жеріңдерші, мен бұмен кездескенім негіз деп десең. Сондықтан шынымды айтсам, жүрегіме жақын бір жігіт таба алмадым. 25 жасыма дейін, 25 жыл өмір сүріп десең. Білмеймін, әйтеуір Құдайдың құдіреті болар, барлығы Алланың арқасында болады, не болса да бұл заманда. Себепші болып мына кісі келді, бұмен танысқанымыздың өзі енді прикол. Әзілфест дейтін бағдарлама бар ғой. Сода осы Алматыдағы түсірілімде жан-жақтан қыздар, жігіттер келді, соған КВНшік жігіттер да, Жайдарманда ойнайтын. Солар келген кезінде енді біз типа Алматыныкіміз, жан-жақтан күтіп алып деген сияқты қонаққа барып, соларды күтіп орналастыру. Иә, сол Қармақшының жігіттеріне чехтың қыздар бар, әйтеуір жан-жақтан келген қонақтар көп әйтеуір. Соларды барып ойнап өттік, мафия ойнап өттік па. Сол кезінде бір бой ұзын, бірақ түрі бөпе бір бала кіріп келді есіктен. Мынау кім бөпесе, келе, брачке деп. В общем, ана жерде енді бәрі менен кішкентай, ең үлкен мен, аузыма келген айтқан прикол ұстап, ойбай жылдызбын. Мына жерде 5 жылды жанып тұр. Колобок көшеге. Сол сөйтетін, сол бәрі мен мәке деп әйтеуір қыздар болсын бұл. Сөйтіп мынау келді, сөйтіп келіп, кім інім, кім болдың деген сияқты әңгіме кетіп отыр ғой енді. Вообще сөйлемеді, прикиньте. Жұлдызбын деп отқан өңше сәл енді. Қазір неғылып бұлпылдап өзі сөйтетін жарым алар сақ. Онда жоқ, сөйтіп бір кезінде мақыл қазір күтеген 20 минуттан есін жияр бала. Мафия ойнап отыр, автоматически көзім түс кете береді, осыған қарама қарсы отыр ғой енді. Басынан ойнаған жоқ, мен бөпе ғой, бөпе. Оған бір жігіт ретінде қарау былай тұрсын, сөйлеудің өзіне, бірақ
білмеймін, әйтеуір бірінші келгеннен бастап сөйлемей мені игнорға тығып деген сияқты солай жасағаннан бастап уже интерес пайда болды. Ойнап отырып, жоқ, ойнап отырып та бір кезінде жан жақтан сөйлеп отыр, маған аналар естілмейді, уже андай ол естіледі кинода көбелеп. Жан жағасы бұлдырап, дүңгенен бармайсыз сондай ма? Сондай бірдеңе болды бір кезінде. Қуатыр, бір сағат өтті де бір кезінде жаймен қызыға бастады мына бала. 2 сағат өтті ойнап жатырмыз, 2 сағат өткен кейін жайлап үлкен жігіт сияқты көрініп келе жатыр да 3 сағаттан кейін өзіме жастық алдым, ойлаңызшы 4 сағаттан кейін бар ғой дұңқ дейтін не кету керек осы жерде ше. Сөйтіп бір кезінде уже білмеймін содан бастап бүйтіп жүрегімнен теуіп тастады ойдым. Бітті. Ертесіне съемкада жүрміз, съемочная площадка бар ғой. Сол жақта жүрсек автоматически соның қасында жүремін ғой. Мынау кетіп бара жатыр, мен бұның артынан жүрмін ба, или бұл мен артынан жүрмін ба білмеймін ше. Бояндыратын жерге, Арсен қасынан жүрмін, отағасының қасында жүріп қала беремін десең, білмеймін солай басылып кетті әйтеуір барлығы. Сонымен қарай бергенімді бұл да көрді, бұл қарап жатыр, мен де сезіп отырмын, мен де бұда да бар бірдеме десең. Сонымен білмеймін, 2 күннен кейін ба, 3 күннен кейін ба айтты ғой. Сен ұнатып қалдың, нагло айта салды, маған никогда осы айтатын ғой, қанша жасқа келдім, сол жасқа дейін маған біреу келіп, мен сен ұнатып қалдым, әйтпесе номерінің өзін через кого-то бір бәле айтса да біреу арқылы айтып жібереді ше. Келсе бірден, сен мен ұнатып қалдың ба деді. И че деді? Сөйткеннен айтса деді, и дедім да енді. Сол жерде ма? Көрейік та деді маған. Бірден арам ойлайсың ғой, не көрейік деді. Жүріп көрейік деді. Давай, білмеймін солай басылып кетті мәлі десең. Сен берсең дечі? Мен берсем. Осының бұның бәрі өтірік, өзі жабысты. Жоқ, не деймін, өзім ағаммен кеткім. Алматыда енді барып жатқан кезіміз ғой. Вообще жарысқа қармақшымен. Жандосқа келіп жатыр да бұлар. Мен ағаммен кездесіп келгем. Көңіл күйім күшті кәдімгідей. Ағам сол кезде, ойымда ештеңе жоқ. Алматыға көптен бері бірінші рет барып жатырмын. Ағаммен кездесіп келіп бірінші рет деген ғой. Мен 6 жасымнан ба, кішкентайымнан кейін бармағам. 2016 еді. 2016 ғой. Ағаммен кездесіп келдім да, үйге келсем, КВНщиктер отыр екен да, бүткіл КВНщиктер. Сөйтіп, оған дейін мен мінезім андай да, біздің пападан тараған ғой, қаннан тарайды ғой мінезі. Біздің бикемде, мені ағамда біреу түсірді ма сені, біреу түсіріп сөйлесті ма, и онымен де еңкейгенге шалқайғанға шалқай дейді ғой, жалпы сондай ғой біздің мінезіміз. Біреу братчика деді ма, сен ол до конца сені қатарындай сыйламайынша мен сөйлеспейтінмін ол адаммен ше. Сондай болды біздің мінезіміз, бекен екеуміздің жалпы. Братчика деп айтқымыз келмеді жалпы. Сөйтіп кіре бергенде братчика деді да, айтпаса үлкен кісілер отыр ғой ана жерде. Именно қыз келіп маған братчика дейді да. Саған іштей мынау кетіп бала жаздасың. Іштей жыным келіп кетті да. Дедім да, сөйлеген жоқпын. Көреміз деген сияқты ма? Қарадым, бір қарадым, братчика деген сөз бір қарадым. Ана жерде отыр да, кірдім да, осындай, братчика қалай, бір нәрсе деді жаңағыдай. Телевизорден көріп жүрген қызым ғой, поэтому танисың ғой. Танып тұрсың, бірақ енді братчика дегеннен кейін уже бәрден жек көріп қалдым да. Қарадым да, бір қарадым. Ана мафия ойнап отырық та, маған сөйлейді да. Ол кезде мачосың ғой, по-любому білесің ғой, қыздың жақсы көріп баратқанын әдейімістен. Маған бір нәрсе деп сөйлейді, мен қызды қалай түсіндіру керек екенін білесің ғой. Білесің ғой дейді. Сол момент біледі. Сол кезде білетінен игнор кетті, уже қарамайсың, бір нәрсе деп сөйлейді. Уже бір байқап қалдым, көзіме шолып өтесің ғой, по-любому. Өстіп байқап өткен кезде маған андай махаббатпен көзбен қарап отыр екен. Оны да білесің ба? Басында жек көріп отыр еді өстіп ше. И махаббатпен көзбен қарап отыр екен, өтіп кеттім бір. Сөйтіп Уно дейтін ойын ойнадық. Содан бастап емес па, ұнатып қалғаным, иә? Уно дейтін ойын ойнадық. Сол жерде Баха дейтін досымыз бар, Жандос бәріміз Уно ойнап отыр. Сол кезде бір нәрсеге көмектесе салайыншы дедім да. Көмектестім, болды ғой, жүрек кетті ғой. Бот етіп атылып, содан кейін Әзілфестің съемкасы болды, қасымнан шықпайды. Қоя
қойшы. Қасымнан шықпадым ғой, отырдым ғой, дәл жанында осы жерде отыр. Әйтпесе КВН деген қызық емес қой бұған. Әшейін бір командалардың ойынын көріп отыр да, қасымда отырып. Айтып ғой жаңа кім-кімнің атынан жүріп жатқанын білмеймін, мен әйтеуір автоматически осының астынан жүрдім. Сен ғой я. Жалпы солай таныстыңдар, солай. Мойындап айтшы. Бір қызға айтып кетші енді сен. Нешінші басынан бастап мені жақсы көршін айтшы бұл. Olur ма? Айтма. Сіздердің неңіз бар ғой, 5 жылдық бар еді ғой. Иә. Анау ойыны болды ғой. Бір нәзік болып кетеді да, қайттан не болып кетеді ойыны болды. Кіші финал ғой, 2012 ол, иә. 2012. Сол ойыннан бастап жақсы көргенмін. Ойындарын көріп, былай ұнатып ше. Бірақ ғашық болған жоқпын. Ойынына ғашық болдым. Ойын емес, жалпы андай әдемі ұстауы ма? Сүйкімді андай қыз ретінде жақсы көрдім. Ойын емес, қыз ретінде жақсы көрдім кәдімгідей. 2012-дегі кіші финалдағы ойынына қарап жақсы көріп қалғам. Әдемі, маған өзі түрге қарамайтын, мен кішкентай кезімнен қылықты қыздар ұнайтын да, қылығы әдемі болды, сөйтіп. Сонымен жақсы көріп келаттым да, 2014-тен бастап жек көріп кеттім ғой. Неге? Өйткені ойындары ұнамай қалды өзіне, табиғатына келмейтін ойынында. Болды ғой, сөйтіп таныстыңдар, сөйтіп бастап жүр. Дұрыс. Оны білдік дегенде. Енді тағы бір көп сұрақтар қойылып жатыр, мысалы айтады, оны өздеріңізге де айтқанша, мереке ойына кішкентай баланың басын айналдырып алған, ойбай, араларында бір нәрсе болған, сосын үйленіп жатыр, неге әйтпесе аяқ астынан. Түген не болған сонда? Неге аяқ астынан деп өткені көбіміз білмейді екен да, үйленетіндерін. Аяқ астынан болып кеткен сияқты да. Сіздер білесіздер ғой енді. Біз білеміз, өткені мен сенен бұрын бармыз, маған негізі мереке айтты. Осы Алматы қаласына. Алматы қаласы сапармен барып Алматы қаласына осы жұмыстан барғанда бір жолықтық та, мереке осы айтты. Қонақ сияқты болып кеттім мына жерде. Мереке осындай бір шаруа бар еді, осындай бір нем бар еді, соны айтайын деп едім, сол айтып сырласқанымыз бар, шай ішіп отырып. Шай ішіп отырып сырласқанымызды содан бастап мен білем негізінде, бірақ біраз халық барады, біраз адамдар аяқ астынан болған сияқты, бұл себепті әртүрлі ой, пікір пайда болып жатыр. Халық айтса халық айтпайды ғой, жалпы дұрыс өте айтылып жатқан сын пікірлердің бәріне немен қараймыз дейтін? Дұрыс көзқарас. Дұрыс көзқараспен қараймыз. 2 жыл 2016-тан 2018-де бет ашылды ма, ұзату болды ма? 2 жыл жүргенбіз ғой, танысып бәрі. Аяқ асты емес. Аяқ асты, қызбен жігіт сияқты. Қызбен жігіт сияқты 2016-тан бастап 2018-ге дейін. Аяқ асты емес, ешқандай да бұл жоспарланған, бірақ бұлай ушығып кетеді деп ойланған мен. Мереке ойлаған шығар, мен білдім, аса білдім. Қош? Иә, себебі менің анам өзімнің білем да оның мінезінше. Ол ешқашан сол жөнде осы айтып жатыр, қарсы болма деген сияқты. Конечно, қазір айтам. Енді бұл нәрсе мен бұрыннан білдім. Бұлай ушығып кететін, шу болатын білдім, бірақ мынаншама емес енді. Бірақ білдім әйтеуір. Әйтеуір болатын. Боларын білдім. Өз басым бұрыннан қарсы болғам. Кішкентай жігіттер өзімнен даже жарты жас айы кішкентай жігіттер болса да маған кім қоя қойшы басқа тұрмай абайнашы анауына ешқашан деген сөзді ешқашан айтуға болмайды екен ғой бұл өмірде мен көзім жеткені ешқашан айтуға болмайды екен шынымен мен аралға сіздердің 5 жылдықтарыңыз келгенде бар ғой иә құдай сақтасын өліп қалсам да мынандай жерге келмеймін деп кеткем ше сөйтіп ме? Құдай тұр ғой, тура естеп кеттім. Кәм дата көрсіп мен жеп көрдім да, келе салдым. Бәрі кәм қолым же айдалап, бач. Қызылорда барған кезде жылаған мен екінші келмеймін деп 10 рет барғансың ғой КВН-нің арқасында же. 100 рет бардым, 10 рет былай тұрсын. Одан соң мынандай нәзік жігіттер болады ғой. Менің отағам сияқты десең, кәсіптің жігіттеріне ұқсайтын бір шіли әдемі жігіттер болады. Жігітіңнің түрі өзіңнен әдемі болатын нәрсеге мен бұрыннан қарсы болғам негізі. Мен жігітім ойлағам кәдімгі дәу қобыланды сияқты, жасы менен 10 жастай үлкен, тыртығы бар, бас тақыр бас десең, өше зөкпей жүрсің бе сөйтсе. Сондай бір болады ғой адам өзінің несі идеал сияқты. Немесе денесі бітіп қалған качок дейтін сияқты. Сондайдым мен. Әйтеуір сондай жігіттер мені тыңдата алатын сияқты болып көрінетін да, әйтеуір басқасына көнбейтін мен деп ойлайтын өз ойым ғой енді. Сонда тағы да ғой міне қараңызсай, Құдайдың құдіреті да сонда адам ешқашан деп ешқашан айтуға болмайды екен ғой.
сенің ойлаған по-любому болмайды. Сондықтан мен міне мына жерде да міне айтып жатқаным, мен қалай ойлаймын, шешем де солай ойлайтын. Анам бар ғой өзімнің. Тура менің ойымдағыдай ол да өзінен үлкен, кәдімгідей сондай Алматыда, сол жақта өзінің несіне тұрмысқа шығады, айдалаға емес деп. Сонымен дейтін, осылай деп мамаға бірінші айтқан кезімде кәдімгі түрін көрсеңізше, Түркістанға такси ұстап кетіп қалды ғой. Такси тоқтамай жаяу кетті ғой, түріше. Бүйтіп, әрбір жүріп, теріліп. Біріншінде енді не серьезно қабылдады. Вообще көнген жоқ. Екінші рет айттым, жоқ. Үшінші рет айттым, жоқ. Сіңілерім біледі ғой енді кішкентай, солар уговаривать етеді үйде жүріп. Жоқ. Потом мамаға айттым мен, мама, енді басқасын теппей жатыр, енді жүректерімді не істейін, жүре берейін ба, или көрейін ба осы жігітпен. Не алынса, енді ыңғайласақ та бір не қылып. Арсен айтты бірінші мамасына. Сонымен мамасы бірден көніпті да, ойба, оны естіған екен, тағы да 7-ші қабатқа бір рет ұшып келдім ғой мен өзім. Сонымен мәз болып жүріп мамаға айтқан едім, қуасың ба сен деді. Бітті, настроение кетті менікі де. Жизаққа кетіп қалды, маманікі бер жақта қалып кетті ғой. Сонымен дейтін, біразға дейін мама көнбей жүрді. Сонымен әйтеуір үйтіп жүріп маманы көндірдім. Бәрі көнбеді ғой негізі. Мен жақта ешкім көнген жоқ. Сен қуасың ба, кішкентай бала, есің дұрыс па? Тура халық не ойлайды, мысалы халық, қуама, еріккен екен мына қыз, адам емес екен, біреудің семьясын бұзып, біреудің кәдімгі үкілеп отқан жігіттің үйтіп баласын бүйтіп алған, сөйтіп алған, басын айналдырып алған, қуып кеткен бір бәле, анау мынау. Жұрт қалай ойлайды? Олар да жұртқа дұрыс па, тура солай ойлады. Туыстарым да, жақындарым, таныстарым барлығы. Даже араласып жүрген жақын жолдас балдарым да айтты, сен қуасың ба? Құрсай өтірік айтпа, сен жаны ашып, ренжіп айтатын адамдар бар. Ойбай деп. Баған мен түріме қарап тұрмын. Сонымен ең соңында мен папаға айттым. Болды уже бәрі болып, шынымен үйленетін болған кейін бар. Папаға телефонмен айттым, бет-бет айтуға дух жетпеді, если честно. Сонымен папаға айтқан едім, папа осындай мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын деген. Қатты күткен ойдым папам. Давай деді бірден. Сөйтіп мама ар жақтан, бала кішкентай екен, бір мама да андай көп қып айтқысы келмейді ғой. Бірден садан кішкентай екен жігіті десе, маған десең, 10 жас кішкентай болмайды, махаббат жасқа қарамайды, білмейді. Папама тартқан ғой мен дауыс жағынан. Ақырып берді, осы мамаға. Мама айтқанды өзім қалдырып. Білмеймін, папа бірден көнді, себебі енді папам маған көп звондап, мазамдап, ойбай қызым қалайсың, анау бір бәле үйтіп сөйлеспейміз. Звондайды, тәртібің қалай, зың. Болды, тәртібің қалай, зың. Енді зың деп айтып жүрген кейін сеніп қалай деймін әйтеуір. Сонымен дейтін, сенді бірден. Ондай ойлаған да жоқ, жұрттар сияқты ештеме де лишний сөз айтқан жоқ, бірден батасын берді. Сонымен давай, бұл жақта давай, екі жақта давай, одан кейін бірден давай, бәрі давай болып кетті. Ең бірінен айтып кетейінші, үйдегілерден, мысалы мамамнан да, папамнан да әйтеуір ең қорққан мен інім болды 92-ші жылы. Ол менің класстастарыммен, мен араласатын достарым бар ғой, барлығымен араласады. Үлкен, ол да ержетіп кеткен мен отағасы сияқты. Кішкентай бала сияқты емес, өзінің достарымен немесе өзінің класс. Бар енді араласатындар, бірақ үлкен жігіт сияқты ұстайды өзін, мен ағам сияқты. Сонымен көнбей жүрді ол да, біразға дейін. Мен сөйлеспей, WhatsApp-тан заблокировать етсам, Instagram-нан трубкамды алмайды, смс жасамай ответ қайтармайды дейтін сияқты. Ал мен енді ең жақсы көретін адам ғой ол. Ол қинап тастады, мен қатты қиналып жүрдім біразға дейін. Сонымен әйтеуір соңында көніпті. Соңында оғанда той күні көнді ғой, болды. Бітті ғой, той күні ғана келіп, сол күні жолығып, әйтеуір от душинан құшақтасып алып, бақытын тілеп. Мен айтатын ғой, папам тәртібімді қадағалап отыратын адам. Мен олар ұятқа келетіндей басқаларды қайдам, именно әке шешем, інім бар ғой жаңа, үшеуін ұятқа қалдыратындай нәрсені ешқашан жасамаған. Оны менімен араласатын достарым, жігіт достарым да біледі, қыз достарым тем более екі есе біледі. Сондықтан мен ондай нәрсе, өмірде ең жек көретін үш нәрсем бар, оны жазам да, айтам да көрген адамға. Темекі шегетін қыздар, ішетін қыздар, одан соң арын сақтамайтын қыздарды мен көрсем, кәдімгі давлением көтеріледі. Олардың әке шешесінің жаңа бауыр достарын, туыстарының орнына мен өзімді қойып көремін да, бітті. Біздің арамызда, отағасы екеуміздің арамызда 6 жаста. Ладно, енді мен үлкен көрінетін жан, қатты үлкен көрінетін жан, мен себебі
Жоқ, жап жазсың. Десең. 18 Иә, ал тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелі, ең бірінші әйелі Хадиша анамыз өзінен 15 жас үлкен болған. Сондықтан солардың жолын қуатсақ, мен кәдімгі бақыттан басым айналып, арманым жоқ десе де болады. Арада 5 жыл салып аралға келдім, аралға келдім. Енді бұрынғы 5 жыл бұрынғы аралмен қазіргі арал салыстыру қиын шығар. Байқап жатқан шығарсың, арал біраз көркейген, қала деген статусымыз бар. Мен өзімнің жақсы көретін адамыма тұрмысқа шығып, сол адамның Алланың арқасында сол адам себепші болып, мен аралды қайта жақсы көре бастадым. Міне жақсы көріп келе жатырмын. Келгеніме 4 күн болса да, уже 4 жыл, 4 ғасырдан бері тұрып жатқан сияқтымын осы жақта. Адамдар да кәдімгідей енді төкең өзім мынандай болған екен, аралдың адамдары қандай екені көрініп тұр ғой жалпы. Сондықтан қуаныштымын. Негізгі сұрақтар болды. Негізгі жауап бердік деп ойлаймын. Той құтты болсын. Рахмет. Аралықтарға келін құтты болсын деп айтамыз. Құсын құтты болсын әрсен. Бақытты болыңдар. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Енді той қашан енді? Бет ашылды. Ұзату болды. Той қашан енді? Алла қаласа осы Арал қаласында ғой. Арал қаласында. Алдағы уақытта. Сол күзге таман ғой. Жоспарлаусы. Екеуіне де алсадан білсіңдер. Әрсен білесің, мен ең алғаш оқушылардың, бірінші поток оқушылардың бірі кішкентайына өсіп қасымда, осы уақытқа дейін қасымда жүрген бала. Мереке жағы өзін айтқанда, біз жайдармадан жүргенде барлығымыз қанша жыл болды, бірге ойнап, бірге дос болып, бірге араласып, бірге ойнап күліп жүрген. Сол себепті қуаныштымыз, бақыттымызға дейін, өйткені сіздер отбасы құрып жатсыздар. Алдағы күндерге сіздерге сәттілік. Рахмет. Келіп қонақ болғандарына. Араласып тұрайық. Алдағы уақытта енді аралға келін болып келгеннен кейін енді мықты араласып тұрамыз. Құдай қаласа. Бұйырса. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта Арал Әрсен және аралға келін болып келе жатқан Әрсеннің жары Мереке.